Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Help Him каналы. Бүгін біз биология пәнінен 7 сыныпқа арналған 4 тоқсанның бөлім бойынша жиынтық бағалауының біріншісін талқылаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Сол себептен біз сіздерден қолдау күтеміз. Ал ендеше сұрақтар легіне өтсек. Жүре пайда болған және де тұқым қуалайтын белгілерді сипаттаңыз. Кем дегенде 2 мысалдан келтіріңіз. Жүре пайда болған белгілер ол бізде бұлшық еттердің жағдайы, салмақ, модификация. Бұлар сыртқы орта әсерінен пайда болатын өзгерістер. Тұқым қуалайтын белгілер ол бізде шаш, көз түстері және де мутация. Бұл үрдіс мутагендер әсерінен жүріп отырады. Суретті зер салып қараңыз. 1, 2, 3 және де 4 сандармен берілген бөліктерді анықтаңыз. Ген ұғымының түсіндіріңіз. Үлкен кісілерден жиі еститін ата-бабасының қанына тартқан деген пікір қаншалықты дұрыс? Ата-ана баласына берілетін қандай белгілер бар екенін айтсаңыздар болады. Біріншісі бізде хромосома, екіншісі бізде қос шиыршық және төртіншісі азотты негіз. Келесі сұрақ, тұқым қуалаудың келесі Б мен С-і тұқым қуалаудың қандай да бір элементтер белгісін қалыптастыруға жауапты материалдық бірлік. Генде жасушаның құрылымы мен қызметін анықтайтын генетикалық ақпарат болады. Келесі, ата-анасына белгілер ДНК молекуласы арқылы беріледі, гендер арқылы беріледі. Ұғым бір жағынан дұрыс, себебі баланың мінез құлқы да ата-анасына берілуі мүмкін. Келесі 3-ші сұрақты қарастырсақ, неге ДНК тіршіліктің қос шиыршығы дейді? ДНК жасушасының қай бөлігінде орналасқан? Себебі ДНК тізбектері жалғыз болмайды, және де Уотсон мен Крик модельдерінде ДНК қос спиральдің бір тізбегі бір-біріне қарама-қарсы тізбектерді азотты негіздер арасында сутектік байланыс арқылы ұсталады. Әрбір негіз жұбы жіпке перпендикуляр болып, ДНК молекуласының баспалдағында бас қышты құрайды. Осымен біздің биология пәнінен 7 сыныпқа арналған бөлім бойынша жиынтық бағалауымыздың біріншісі аяқталды. Видеоны толық соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.